La Liga чемпионатының FIFA ойына алдағы 15 жылда кім чемпион болатынын анықтап берсе қалай болады екен? Егер де сен Реал фан болсаң лайк бас, ал Барселона фанаты болсаң комментарий қалдыр. Бірінші маусымда Реал Мадрид Барселонадан 19 ұпайға, ал Атлетико Мадридтен 13 ұпайға озып чемпион атанды. Екінші маусымда Реал Мадрид Барсаға түкте шанс қалдырмай тағы да чемпион атанды. Ұпай айырмашылығы 23 ұпай. Үшінші маусымда чемпионатта интрига орын алды және де Барселона Реал Мадридтен бір ғана ұпай озып чемпион атанып отыр. Төртінші маусымда тағы да Реал Мадрид қарсыластарына мүлдем шанс бермеді, 16 ұпайға озып тағы да үшінші рет чемпион атанды. Ал 5-ші маусымда Барселона Реал Мадридтен 8 ұпай жоғары болып екінші рет чемпион атанып отыр. 6-ші маусымда Мадрид тағы да Барселонадан 3 ұпайға озып 4-ші рет чемпион атанып отыр. 7-ші маусымда Барселона Реал Мадридке титул бойынша жақындап чемпион атанды және де бұл жолы Реал Мадрид тіпті 4-ші орында қалды. 8-ші маусымда Барселона Реал Мадридпен титул бойынша теңесті және де кезекті чемпион атағын жеңіп отыр. Ал 9-ші маусымда Барселонаға конкуренция Реал Мадрид емес, оны Валенсия жасады және де Барселона титул бойынша алға шықты, 5-ші чемпионсыз. 10-ші маусым ең қызық маусым. Барселона Реал Мадрид 77 ұпайдан, бірақ та Барселона маусым бойына 2 гол артық салып, осылайша 6-ші чемпионствосын алып отыр. 11-ші маусымда Барселона отрывке кетті және де Реал Мадрид бар жоғы 3-ші орын алды. 12-ші маусымда Барселона командасында тіпті кризис орын алды, олар бұл таблицада көрінбейді, ал Реал Мадрид өзінің 5-ші чемпионствосын алды. 13-ші маусымда Реал Мадрид тағы да чемпион атанды, Барселонаның кризисі ұзаққа созылмады, бұл жолы олар 2-ші орында. 14-ші маусымда Реал Мадрид 7-ші титулын ұтып, екеуі Барселонамен теңесті және де бізде решающий, яғни бізде финал маусымы, 15-ші маусым кім жеңеді екен және де бұл Валенсия, достар. Реал Мадрид емес, Барселона емес, Валенсия. Осылайша Реал Мадрид және де Барселона фанаттарына ашуларыңды басыңдар деп, осылайша бізде финальный маусымда Валенсия жеңіп отыр.